Барша иісі мұсылман бауырларымызға кіріп келе жатқан Рамазан айы құтты болсын, тұтқан оразаларыңызды Аллах Тағала қабыл етсін. Бұл біздер үшін үлкен мереке болғандықтан, бұған алдын ала дайындаламыз. Сондықтан азғантай шығынмен, қолда бар заттармен қалай үй безендіруге болатындығы туралы өзімнің осы видеоблогымда көрсеткім келіп тұр. Ең алдымен 30 күнге 30 сауапты амал ораза күнтізбесін жасаудан бастаймыз. Ол үшін үйде бар кез келген матаны қолдануға болады. Менің жағдайымда мен осындай кішкене тықырлау велюр матасын қолдандым. Яғни арзан шапандарда болады, сол бір шапан тұрған еді, содан қиып алып 50-70 сантиметр және де қалған жерінен өзімнің календарымның қалташаларын қиып алдым. Оның сантиметрін 6 сантиметрден өлшедім. Яғни әрбір қалташа 6-да 8 размерде шығатын болады. Соңында бұл қалташалар не үшін? Өйткені әр күнге бір-бір тапсырмаларды салып қоятын боламын. Ол тапсырмаларды балалар арқылы орындаймыз, және де олар орындаған сайын мен оларға жұлдызшалар беріп тұрамын, және де сыйлықтарын алатын болады. Бұны адвент календар деп атайды көбінесе, бірақ мен адвент календар деп атағым келмейді. Бұны ғажайып қалташа деп атағанды өзім жөн санап отырмын. Және де сән үшін үсті жағына фетрдан осындай мешіттің бейнесін сызып алдым. Және де оны клейлеген кезде түсіп қалуы мүмкін, сондықтан матама жақсылап тігіп алдым. Енді осы мешіттің асты жағына біздің керекті күнтізбеміздің рет-ретімен орналастыру үшін сызып аламыз. Өйткені біз қазір жолаушыларымызды тіккен кезімізде қалташалардың орындары бір тегіс әдемі болып шығуы үшін. Мінекей, енді мен қалташаларымды қойып алдым. Матаның түсі көк түсті, қою болғандықтан видеода кішкене көрінбей тұр, бірақ та сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Дәл осылай инемен қыстырып алыңыздар жолаушыларыңызды үстіне тіккен кезде. Сөйтіп, әрбір күнге мен бірінші қатарға 5 күннен қойдым. Сөйтіп 6 қатар болды менде. Соның барлығын осылай 8-ге бөліп белгілеп аламыз. Және де сол сызып алған жерлерімізді жақсылап тігіп аламыз. Сол кезде бізде әр қатарда бір-бір күннен қалташалар пайда болады. Сол қалташаларға тапсырмаларыңызды салып қойсаңыздар болады. Және де күндерді анық белгілі болу үшін осындай цифрларды әр күнге күнтізбе жасап бояп қоямыз. Мен декола осы матаға арналған краскасын пайдаландық. Ал енді Рамазан құтты болсын деген жазуы бар жалаушалар жасаймыз. Қаласаңыздар принтерден, кез келген телеграм каналдардан дайын шаблондар шығарып алуларыңызға болады. Бірақ та мен жай-жайын қолдан осылай жасағанды дұрыс көрдім. Ол үшін бар жоғы альбом для рисования керек болды, және де үйде бар бояулар, менің жағдайымда гуашь пайдаландық. Әрі бұны балалармен бірге жасаған кезде оларға да өте қызықты. Және де шарлар, бұл шарларды ұмытпаймыз. Шарлар өйткені мерекелік көңіл күй сыйлап тұрады. Сондықтан да шарларды барынша көбірек етіп ілсеңіздер, ол тіпті керемет болады деп ойлаймын. Жасап алған заттармен енді үйлерімізді толықтай безендіреміз. Қасиетті Рамазан айында баршаларыңызға, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жасаған құлшылықтарыңыз Аллах Тағала қабыл етсін. Егер каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздер де үй безендірдіңіздер ме? Қалай дайындалып жатырсыздар? Барлықтарыңызды комментарияларыңызды міндетті түрде оқитын боламын. Және де келесі видеоларда амандықта жолыққанша, ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Менің каналымнан алыстамаңыздар.